балалар. Отыра қойыңыздар. Балалар, бүгін қазақ тілі сабағында біз ұлттық құндылықтар тақырыбына тоқталатын боламыз. Жалпы ұлттық құндылықтар дегенді естулеріңіз бар ма? Құндылық дегеніміз қандай мағына білдіреді? Ау? Жақсы, тағы да қол көтеріп жауап бере беріңіздер. Тамаша, дұрыс айтасыздар балалар. Жақсы, енді тақтаға назар аударайық. Ұлттық құндылықтар ел қазынасы дейді. Алтындарым жалпы кез келген заттың, құбылыстың, қоғамның басты сипаттарының жиынтығы құндылық деп аталады. Бірақ құндылықтардың өзінің түрі бар. Бүгін біз ұлттық құндылықтарға тоқталамыз. Енді осы тақырыпты түсіну үшін экранға назар аударайық. Біз қазір мағынаны тану әдісімен жұмыс жасаймыз. Сіздерге қазақ кинофильмінен үзінді қойылады, мұқият тыңдаймыз, сол бойынша топтық жұмыс жасаймыз. Ақтығыңды бас, бүгін біздің ер үліктері. Сендердің ауылдарының келетінін күтіп отырғанбыз. Мен бар, бұрыннан сүйінсіз сұрайын. Сен осында бол. Олай болса мынау қағананас қонтақпа демеді. Қанеке алмайындыңыз. Еліміз ерікті, көшіміз көлікті болсын. Ағайынның бағасын ынтымақ берекеміз жарасына. Айтқаныңыз келсін. Қошеметтеріңізге рахмет. Құдай қаласа ауылыңыз жақсы. Тұрамыз. Ал енді күн жарықта келіп қонақтанып алайық. Сіздерге қойылатын сұрақ: үзіндіде қазақ халқына тән қандай қасиеттерді байқадыңыз? Екінші топ: қандай салт дәстүрлер туралы сөз қозғалды? Үшінші топ: айтылған салт дәстүрлер, әдет ғұрыптар бүгінгі таңда, яғни қазіргі заманда маңызға ие ме? Бірінші ойланып алайық, сіздерге 1 минут уақыт беремін. Ақылдасып алыңыздар. Уақыт аяқталды. Бірінші топ кім айтады? Әдемі. Үзіндіде қазақ халқына тән қонақжайлылық қасиеттерді байқадым. Тағы да айта отырыңыз. Мен осы видеода сыйластықты байқадым. Тамаша. Тағы да қандай қасиетті байқадыңыз? Мен осы видеода мейірімділікті байқадым. Тамаша. Екінші топ, сіздердің жауаптарыңыз қандай екен? Айта отырыңыз. Бұл сұрақта ерулік болды. Ерулік дегеніміз ауылға жаңа көршілер көшіп келгенде оларға тапсырған жай болады. Тамаша. Тағы да Сенші сұрау біз жақсы жаңалықты жүргізу үшін сенші сұраймыз. керемет. Үшінші топ, қазіргі уақытта маңызға ие ме? Қолданылады ма бұл дәстүр? Иә, біз жақсы нәрселерді естігенде бір-бірімізден сүйінші сұраймыз. Тамаша. Жарайсыздар балалар. Енді бір-бірімізді бағалап кетейік. Бірінші топқа, екінші, үшінші топ қандай баға бересіздер? Алдарыңызда тұрған көңіл-күй білдіретін смайликпен көрсетіп кетейік. Тамаша, жақсы, жарайсыздар. Екінші топқа қандай? Үшінші топ? Жақсы, жарайсыздар. Балалар, ары қарай келесі. Ал ұшқыр ой әдісі. Мен бейнебаян қоямын, қол көтеріп жауап береміз. Қай топ бірінші табады екен? Жақсы ма? Сұрақты бейнебаян аяқталғаннан кейін айтады. Ерліктай, адамдықтай, батырлықтай. Ел бірлігін сақтаған татулықтай. Қарынбайдай сараңдар толып жатыр. Оны мақтана өмірбай көзіне қайты.
Sevişengey бұл жерде кемелінде. Осы бейнебаянда қазақ халқымызға тән қандай өнер түрі көрсетілген? Бұл жақта айтыс өнері көп. Жақсы, әдемі осы жерде саған сұрақ. Айтыскер ақындардың бойында қандай қасиеттер болу керек деп ойлайсың? Өте жылдам болады. Және Сөз сақтауы, тамаша, отыра ғой. Ұлттық құндылықпен байланысы бар ма? Еламан? иә, байланысы бар. Ұлттық құндылықпен байланысты. Жақсы. Ал оны қалай түсіндіреміз? Себебі қалай? Себебі айтыс қазақ әдебиетінің бір түрі. Қазақ тілінде бізде бұл жерде видеода қазақ әдебиетінің байлығын сезіледі. Ой қозғау әдісі. Балалар, қазір біз жұптық жұмыс жасаймыз. Бірінші экрандағы бейнебаянды мұқият тыңдаймыз. Жақсы балалар. Бірінші сұрақ. Үстінде қандай ұлттық ойын түрі көрініс тапқан? Екінші сұрақ. Аталмыш ойынның құндылығы мен тәрбиелік мәні туралы не білесіз? Ақылдасуға 1 минут уақыт беремін. Жақсы балалар, бірінші сұраққа жауап беретін екінші. Бұл бейнебаянда асық ату түрі көрсетілген. Жақсы, тамаша. Екінші сұраққа кім жауап береді? Аталмыш ойынның құндылығы мен тәрбиелік мәні туралы. Мағжан Жұмабаев бір сөзінде ойын бала үшін өмірлік тәжірибе деген екен. Қарап отырсақ, асық ойындарының балаға деген пайдасы өте көп. Тамаша, жақсы. Қандай нақты пайдасы бар екен? Балиха? Асық ойнағанда жылдамдық керек, тапқырлық керек, Тамаша. және ептілік керек. Жақсы. Жарайсыздар балалар. Тамаша. Алтындарым, енді ұлттық құндылық тақырыбы туралы сөз қозғалды. Сіздерге көрсетіліп жатқан бейнебаяндардың барлығы біздің осы қазақ халқының әдет-ғұрпын, салт-дәстүрін, өмір салтын сипаттап көрсетіп жатқан үзінділер. Енді тақырыпты бекіту мақсатында келесі тапсырманы орындап көрейік. Енді осы тапсырманы орындауға бірінші топтан, екінші топтан, үшінші топтан оқушылар ортаға шығыңыз. Ләйла, осы жерде ұлттық құндылықтар осы ұяшық толтыруымыз керек. Тамаша, тағы біреу. Жақсы, ары қарай Өмірзақ. Тамаша.